Hello, my dear colleagues. Today we are going to continue to talk about our pronunciation. Exactly, we are going to talk about how speak in English more enjoyable, more relaxable, yes, without any accent. I mean Kazakh accent. When our Kazakh English learners speak in English, they speak more hard and hard accent like Japanese or German speakers, you know. Қайырлы күн, ағылшын тілін үйренушілер. Бүгінгі біздің айтатын әңгімеміз бұл произношение жөнінде, яғни қалай біз ағылшын тілін сөйлеген кезде рахаттана отырып, әрбір сөйлегенімізден ләззат алып және жақтарымызды жұмсарту жолдарын жөнінде сөйлесетін боламыз. Біз білеміз, ағылшын тілінде қазақ үйренушілер ағылшын тілінде сөйлеген кезде көбінесе қатты екпін қойып, қатты акцент білініп тұрады. Яғни I get up at 8 o'clock деп o'clock деп сөйтіп қатты естіледі. Соның кесірінен сөйлеп тұрған адам тез шаршайды. Тез өзінің сөйлегеніне ешқандай рахат, ләззат алмайды. Содан кейін стресске түсіп кетеді. Мен ағылшын тілінде қашан сөйлеймін, бұл мүмкін бе деген сияқты да. Өздеріңізде өз сөйлегендеріңізден оқыған кезде ағылшын тілінде байқайтын шығарсыздар. Сол себепті бүгінгі мен сіздерге беретін техникам бұл қалай жақты жұмсарту керек, яғни қалай біз акцентімізді кетіреміз, сол жөнінде болмақ. Енді ең бірінші бір қателік бұл қазақ тілінде бізде Т, С, Р, В деген сияқты әріптерді біз анық айтамыз. Мысалы батыр, Қазақстан, таң, тарих, Т кәдімгідей қатаң дауысты, Т нақты анық естіліп тұрады. Ағылшын тілінде ондай емес, Т кішкене Ч мен бірге араласқан шығады. Beautiful, beautiful. Т емес Т. Какой-то Т мен Ч-ның екеуінің арасындағы бір дыбыс шығып тұрғандай, Т деп тұрған жоқ, мен сізге Т, Т анық емес, Т. Мына нені қараңыздар, қазақ тіліндегі Т-ны айтқан кезде Т, таңдайға кәдімгідей нақты, өздеріңіз қазір қараңыздар, Т, тіл алдыңғы таңдайдың несіне Т деп тұр. Т дегенде мына тілдің ғана ұшы ғана тиеді. Т. Мына қазақ тілінде Т дегенде менің алдыңғы тілімнің алдыңғы ұшы, мынау алдыңғы деп айтайық, тілімнің былайынан кәдімгідей тиіп тұр. Ағылшын тілін айтқанда кішкене ғана шеті ғана тиеді. Т. Beautiful. Computer. Vegetable. Cat. Американдық акцентте cat дегенде Т мүлдем айтылмайды. Cat деп сөйтіп айтады да. Британдық акцентте кішкене естіледі. Cat. Онда да нақты біздің қазақ тіліндегі Т емес, жұмсақ Т мен Ч-ның ортасындағы дыбыс естіледі. Қараңыздаршы, менімен бірге қайталаңыздар. Тілдің ғана ұшын тигіземіз, мына былайынан емес, былайынан тиеді. Қазақ тілін айтқан кезде трактор дегендей да, амда трактор. Мен трактор деген сөзді әдейі сіздерге ағылшынша немен айтып тұрмын, Т мен айтып тұрмын. Tractor. Көрдіңіздер ғой да? Келесі С әрпі. С әрпі бізде білеміз К және С болып оқылады. С-ны айтылу жолын бізде мысалы circle, celebrity, cinema, оны дұрыс айтамыз. Бірақ К-ға келген кезде көбінесе cop, cat. К онда қатты естілмейді. К жұмсақ К. Мына жіңішке әріптен кейін тұратын бар ғой, кілт дегенде кілт. Сондай К естіледі, жұмсақ К естіледі. Қатты акцент, екпінді ударение деп айтады ғой, екпінді қатты қоймаймыз. Cat, comb. Солай К-ны ондай қатты не қоймаңыздар, екпін қоймаңыздар. Келесі П. Қазақ тіліндегідей П емес, қараңыздар, менің тілдерім
бір-біріне тиген кезде жұмсақ. Қазақ тіліндегі не кәдімгідей п да, жуан естіледі. Ағылшын тілінде жіңішке п. Potato, potato емес, potato, peanut, pie, possible, permanent. Яғни қандай даусыз дыбыс болсын, ағылшын тіліндегі соны кішкене жұмсарту жолын, одан кейін яғни ол әріптен кейін жіңішке дыбыс тұрған сияқты ол естуіміз керекпіз. Қазақ тіліндегі жуан емес жарай ма? Келесі в. Қазақ тілінде в вагон, да, в қатты естіліп тұр ғой. Ағылшын тілінде в-ны айтқан кезде village, в қатты в емес в. Village, very, vegetable, valuable, van емес van. В қатты екпін қоймаймыз. Даусыз дыбысқа vase, visa. Яғни байқап тұрған шығарсыздар да. Енді мен қазір сіздерге керемет бір техниканы үйреткім келіп отыр. Яғни мен сіздерге айырмашылығын көрсеттім. Қазақ тілі мен ағылшын тілінің арасындағы. Енді келесі көрсеткім келгені, бұл кез келген ручка, линейка немесе карандашты аламыз, сүртіп аламыз. Себебі біз қазір аузымызға саламыз. Мен сіздерге көрсетіп жіберейін. Карандаш делік, соны екі тісіміздің ортасына қоямыз. Алдыңғы тістің. Және де бір текстті алып, осыны қоямыз да, бір текстті алып дауыстап оқимыз. Ағылшын тілінде текстті. Енді бұл методика қайдан шыққан? Мен бір актерское мастерство курсында бір тыңдаған кезде, сол кезде былай айтқан болатын. Нағыз шынайы сезімді эмоцияны көрсету үшін, шығару үшін да, актер нағыз шынайы сезімді көрсету керек. Көріп тұрған адамның жанының дүниесіне кіру керек да, ситуацияны, эмоцияны жеткізу керек. Сол кезде олар деген эмоцияны дұрыс жеткізу үшін, дұрыс шынайы эмоцияны жеткізу үшін, олар бірінші переигрывание дейді, яғни қатты эмоцияны көрсетеді екен. Мысалы, сәлем дегенде, сәлем, қалайсың деп, ол қатты образға беріледі екен де. И сол образды жаттыққан кезде адамнан шынайы сезім шығады екен. Біздегі проблема не? Бұл бізде ағылшын тілінде жағымыз тырысып кетіп жатыр. Енді ол тырысуды кетіру үшін біз барынша немізді жағымызды онан сайын тырыстыруымыз керекпіз. Сол кезде тырысқан кезде, мына жақтарымыз қатты тырысқан кезде шынайы жұмсақтық пайда болады. Кішкене не да? Яғни керісінше істейміз. Біз оның алда жұмсарту несі емес, керісінше тырыстырамыз. Сол кезде қатты тырысқан кезде жақтарымыз жұмсарады екен, керісінше. Енді қазір қараңыз, мен қазір қалай оқимын, бір текст алып отырмын. Cats in the UK are wonderful. Әдейі мен интонациямен оқимын. Не үшін интонация? Бағана айттым, переигрывание, да? Қатты онан сайын не істейміз, берілеміз, чтобы бізде шынайы акцент шығу үшін. Cats in the UK are wonderful, friendly shops, and completely different from US pharmacies. Бұл жерде кішкене неудобно болатыны, сілекейіміз не істеп отырады, сондықтан кішкене арасында алып, перерыв, яғни үзіліс жасап отырып істеп отырамыз. Минимум бір 5 минут үзбей жасаңыз, 10 минут деңізші, егер сіз тездетіп нәтижеге жеткіңіз келсе, 10 минут істеңізші. Бір 10 күндей делік, минимум 10 күн тоқтамай осыны істейтін болсаңыз, артынан көресіз, сіздің сөйлегеніңіз шынайы ағылшынның акцентіне ұқсайды. Мысалы, Cats in the UK are wonderful shops and friendly shops and completely different from US pharmacies. Көрдіңіз ғой да? Мендегі даже мына тамақтан шығатын дыбыста pharmacies, pharmacies. Да? Ол да өзі шығып тұр. Неге? Мен себебі осы жаттығуды мен жасағаныма, мен уже көп болып қалды, есімде жоқ қашан екен, бірақ бұрында естігем. Және де мен осы акцентті кетіру үшін мен көптеп дауыстап оқитынмын. Яғни
жай ғана просто chemist in the UK are wonderful friendly shops and completely different емес. Мен кәдімгі интонациямен, қалай ағылшындықтар интонациямен, эмоциямен айтады, мен солай неге интонацияны, эмоцияны шығаруға тырыстым. Chemists in the UK are wonderful friendly shops and completely different from US pharmacies. Boots sells everything you want, not just medicine, and the shop assistants give you good advice. Good advice. Good. Good advice. No ID cards. Britain is one of the only places in the world where people don't have ID cards. In the US, you need ID when you buy a drink. Көрдіңіздер ма? Д емес, қазақ тілінде Д. Д мен Ж, Т мен Ч қосылады көбінесе. Drink. Go to a club. К естілмейді, көрдіңіз ба? Club деп оқымайды. Как будто кеңірдекпен айтып тұрған club. Use a credit card or take an intercity. Қараңыздар, мына жерде intercity деген сөздер, international, internet деген сөздер. Британдық акценттерде intercity деген тыны естисіздер. Американдық неде акценті inner-city, internet, интернет емес, internet деп айтады. International деп айтады. Inner city train. Яғни біз осындай нелерді, нюанстарды мен сізге каждый раз айтып отырамын. Соны сіз қағып алыңыз, үйреніп алыңыз. Мен сізге қазір практика жіберемін, текст жіберемін. Соны міндетті түрде маған аудионы оқып, бірінші тіспен жаттығып аламыз, келтіреміз ырғағымызды, даусымызды келтіреміз, және де маған интонациямен оқып жібересіздер. Яғни просто chemists in the UK емес. Chemists in the UK are wonderful, friendly shops and completely different from US pharmacies. Деп оқуымыз керекпіз. I hope my video was really beneficial and useful for you. See you, and I hope you'll get the result, English speaking fluently results soon. Goodbye.